Сәлеметсіздер ме? Бүгін 8 сыныптың нөмірі 8 зертханалық жұмысын OLAPS атты виртуалды зертхана арқылы көрсететін боламын. Зертханалық жұмыстың тақырыбы қышқылдардың қасиеттерін зерттеу. Зертханалық жұмыстың мақсаты қышқылдардың қасиеттерін лакмус ерітінділері арқылы зерттеу, әмбебап индикаторы арқылы қышқыл ерітінділерінің ортасын анықтау. Бірінші тәжірибе қышқыл ерітінділерінің ортасын анықтау. Керекті реактивтер қызыл лакмус ерітіндісі, көк лакмус ерітіндісі, тұз қышқылы. Құрал жабдықтар, сынауықтар, сынауыққа арналған тұрғы, тамызғыш. Сіз зертханалық жұмысты OLAPS атты виртуалды зертхана арқылы жасаймыз. Ең алдымен жұмыс істерімізге қажетті құрал жабдықтар мен реактивтерді дайындап аламыз. Содан соң қызыл лакмус ерітіндісінен тамызғышпен 4-5 мл алып, бірінші сынауыққа құямыз. Ал екінші сынауыққа көк лакмус ерітіндісінен тамызғышпен 4-5 мл алып, құямыз. Тұз қышқылы ерітіндісінен бірнеше тамшыны тамызғышпен алып, бірінші сынауыққа, яғни қызыл лакмус ерітіндісіне құямыз. Көріп тұрғаныңыздай ерітіндінің түсі өзгермейді. Тағы да тұз қышқылы ерітіндісінен бірнеше тамшыны тамызғышпен алып, екінші сынауыққа құямыз. Ерітіндінің түсі көк түстен қызыл түске өзгереді. Қызыл түсті әмбебап индикаторы pH шкаласынан қарайтын болсақ, қызыл түс қышқылдық ортаны көрсетеді. Осы зертханалық жұмыстың нәтижесін кесте арқылы көрсететін болсақ, қызыл лакмус ерітіндісі қышқылдық ортада өзгермейді, көк лакмус ерітіндісі қызыл түске өзгереді. Қорытындылай келе бұл тәжірибе арқылы қышқылдардың қасиеттерін лакмус ерітінділері арқылы анықтай отырып, қышқыл ерітінділерінің қышқылдық ортаны көрсететінін анықтадық.